2008 жылы белгілі журналист, өмірлік ұстазымыз Бауыржан Омаров бізді Ана тілі газетінің бас редакторының бірінші орынбасары қызметіне шақырды. Солайша белгілі журналист, қаламгерлер Жарылқап Бейсенбайұлы, Мұрат Қабанбайлардың негізін қалап өмірге алып келген Азаттықтың айшықты бейнесіндей болған ұлт газеті Ана тілі газетінде қызмет ету бақыты біздің де маңдайымызға жазылды. Сол 2008 жылдың желтоқсан айы болатын. Жылдың соңына қарай біздің газеттер министрліктен қосымша қаржы алған екендігін, сол бір айдың көлемінде біз А2 форматындағы 40 беттік газет шығару міндеті алдымызда тұрды. Қазақ газеттерінің бас директоры сол кездегі Бауыржан Омаров Астанаға сапармен кетті де, ал Ана тілі газетінің бас редакторы Мақсат Тәжімұрат Атырауға сапармен кетіп қалып, мен су жаңа ұжымның өзім танымайтын, білмейтін қыз жігіттердің арасына топ өтіп түсіп, осындай үлкен бір сынақтың алдында тұрған кезіміз болған. Сол кезде газетті беттеп отырып, бір мақаланың соңы қалай болар екен деген оймен Бауыржан ағаға телефон шалдым. Ол кісі Астанада жүр. Бауыржан аға, осы материалды газетке беру керек па, керек емес па деп сұрап жатырмын ғой. Сөйтсем, Бауыржан аға айтады: соны білмесең, неменеге бас редактордың бірінші орынбасары болып отырсың деп телефонды қайттан тастай салғаны бар. Сонымен жүзу білмейтін адамды суға лақтырып жіберіп, жүзуді үйрететін сияқты біз де ұстаздарымыз майданның ортасына салып жіберіп, үлкен жұмысқа жекті. Солайша біз өзіміздің жігерімізді, өзіміздің білімімізді, күш қайратымызды шыңдадық деп ойлаймын. Сол кезде Ана тілі газеті біз арнайы репортаждарға басымдық бердік. Соның нәтижесінде Арман Әубәкірдің көр қазушылар туралы репортаж шықты. Одан бөлек жындыханаға 3 күн түнеп, сол жындыхананың тыныс тіршілігінен жан-жақты зерттеп жазған мақаласы шықты. Одан бөлек кәдімгі адамның дене мүшелерін бөлшектеп соятын арнайы емханаға барып, сол жердегі жағдайды сипаттап жазғаны бар. Одан бөлек Қанат Әбілқайырдың «Қарға адамдар» деген бір емес екі сериалы материалы шықты. Ол Алматы қаласының шетіндегі бүкіл қаланың күл-қоқысы жиналатын үлкен орнынан жасаған репортажы. Сол жерде адамдар кәдімгі қоқыс теріп, қоқыстың арасынан өзінің тіршілігін тауып, соларды сатып күнелтіп жүрген тіршіліктері жазылды. Бұдан бөлек біздің Біләл Қуаныштың түрлі этнографиялық мақалалары жарық көрді. Бір ғана Бейжіңгер деген мақаласының өзі сол кездегі журналистиканың айналасында жүрген азаматтардың қызығушылығын туғызды. Жанар Елдосқызын гейлердің клубына жұмсап, сол жақтан арнайы репортаждар жасаттық. Одан бөлек қаржы беру жарысына жіберіп, Жанар сол жақтан әдемі бір мөлдіреген материал жазып келгені бар. Бауыржан Омаров пен Мақсат Тәжімұрат сол кезде газетке университетті жаңа бітірген, өмірлік жолдарын енді бастап жатқан, қаламын қару етіп енді бастап жатқан қыздар жігіттерді жинаған екен. Сол жігіттермен, қыздармен Ана тілі газетінің сол кезеңдерін бастан бірге өткөрдік. Бұдан бөлек Мақсат Тәжімұрат ағамыздың өзі үлкен бір мектеп болып қалыптастырды бізге. Әр апта сайын бейсенбінің таңында газеттің келесі нөміріне жоспар жасаймыз. Ұжым барлығымыз жиналамыз. Сөйтіп нөмірге қандай материал саламыз, кімнің мақаласын береміз, қандай сұхбаттар жариялаймыз, қандай мәселені көтереміз дегенді жан-жақты талқылаймыз. Ең соңында сол бекітілген жоспарды өзімізше бас редактордың екінші орынбасары Дархан Бейсенбек екеуміз бас редакторымыз Мақсат Тәжімұратқа алып барамыз. Сосын Мақсат аға қарап шығаттағаны көңіліне қонғанын қалдырады, көңіліне қонбағанын алып тастап, өзінің ұсыныстарын айтады. Содан кейін сұраймыз: Мақсат аға, нөмірге беретін өзіңіздің материалыңыз бар ма деп. Егер дайын тұрған материалы болса, Ержантай мақаламның төсегі салулы, көрпесі қымтаулы, енді бір ғана мәселесі қалды, соны бітіруім керек дейтін еді. Ал егер материал бермейтін болса, бұл нөмірде Ержан мен соқамды суыра тұрам деп көркем сөйлеуші еді. Ол кісінің энциклопедиялық білімі,
әрбір мақаланы тереңнен талдап, зерттеп, зерделеп жазуы сол кездегі ана тілі газетінде жұмыс істеген қыздар жігіттердің барлығына үлгі өнеге болды ғой деп ойлаймын. Сол кезде қызмет қылған жігіттердің барлығы қазіргі қазақ журналистикасында өзінің орны бар азаматтарға айналды. Арман Әубәкір Адырна деген арнайы сайт ашып, Адырна деген қоғамдық қор құрып, соның жетекшілігімен жүр. Біләл Қуаныш бүгінде Қазақ ақпарат кеңістігінде де өзінің орнын алған Қамшы кз сайтын шығарып жатыр. Қанат Әбілқайыр тыңнан түрен салып, соны соқпақты бағындырмақ болып, қазақ кәсіпкерлеріне арналған Байбол Қазақ деген журнал шығарып жатыр. Әділбек Жапақ болашақ бағдарламасымен арнайы оқып келіп, бүгінде ұлттық аударма бюросында жұмыс істеп жатыр. Одан басқа қыздарымыз, жігіттеріміздің барлығы журналистиканың айналасында жүр. Бұл сол 2008-2011 жылдардың аралығындағы істеген ана тілі газетінде жұмыс істеген ұжымның бір парасы ғана, біздің басымыздан өткерген, біз ана тілінде қызмет еткен жылдарда болған азғантай ғана уақыттағы біздің көп көрген тәжірибеміздің бір бөлігі ғана деп білеміз. Ұлт газеті биыл 30 жылдық мерейтойын тойлағалы жатыр екен. Құтты болсын айтамыз. Әрқашан ұлттың мұңын мұңдап, жоғын жоқтап, қашанда қазаққа болысып, жұрттың жағына шығып келе жатқан газеттің ғұмыры ұзақ болсын деп тілейміз. Алдағы уақытта да қазақ журналистикасына қосатын үлесі, тәрбиелеп шығаратын шәкірттері мол болсын. Жаһандар мен Марат ағамдардың салған жолы мәңгілікке жалғаса берсін деп тілейміз. Рахмет.